Құрметті біздердің оқырмандар, Ерсін досымның бүгін үй шаңыраққа шақырып, мұнда жаңа үй қоныс тойын тойлайын деп отырмыз. Біздер қазір қонақты екі түрлі шақырады деп уәделестік алдыңғы жолы. Дарақы дастархан менен элит дастархан. Элит дастархан дегеніміз желінетін бір-екі ғана тағам қойылады, ереке. Солай ма? Міне қазір міне дастархан. Бәр нәрсе сиымды. Бір-екі салатымыз бар, бауырсағымыз бар, кішкене етіміз бар. Міне көкөніс. Bir жеті бұрын мен өзім қонақ шақырдым. Дастарханға қойылатын не только сыймайды. Желіне ме, желінбей ме, ысырап жасап, сол нәрсені қазақ еліне біздер ойлап отырмыз. Осы нәрсені қолға алайық. Ысыраптан қашайық. Бір-бірімізді қонақ шақыру қазір қалып бара жатыр. Неге? Себебі ауыр, дастархан жасау, дастархан жарысы болып кетті. Біз қазір аш емеспіз ғой, дұрыс па? Бір-бірімізді көрісуге, бір-бірімізге әңгімелесуге. Ереке, бұлай алдында айтылғанда жеке дұрыс па? Міне, өзіңіздің үйде қонақта болдық та. Жалпы бұл жерде мәселе неде? Біз қазақ болмыс өзіміз халық қонақ жайымыз дейміз. Бүкіл көңіліміз ашық. Барымызды төгіп кредитке кіріп, дастарханды үйіп төгеміз. Ал енді мына жерде қазір қараңыз, қарапайым, экономны, бүкіл не керек? Қазы-қарта жал-жаяң бар, салатың бар, қымызың бар. Назике, рахмет сізге. Бірінші рет осындай дастархан тамаша